Әңгімені газет бетіне түсірген Айгүл Ермек. Оқыған Дүйсен Гүлдана. Қызылқоға газетінде жарияланған бұл оқиғаны сол кездегі облыс орталығы Орал қаласында жұмыс істеген милиция капитаны Ахмет Көпішев баяндап берген. Әйелдің қолы артына байлаулы. Оны алға жаяу түсіріп, соңында біз атпен кешке қарай ауылға келдік. Ауылға жақындағанда адамдар алдымыздан атып шығып, жалмауызды көріп кейін қарай қашты. Іштерінде кәрісі бар, жасы бар, әлгі келіншек бесігін көтеріп қашып бара жатыр. Бір уақытта қолдарына біреу балта, біреу күрек айырын көтерген топ бізге қарсы шауып екпіндеп келе жатты. Оларды мылтық атып тоқтатуға тура келді. Міне, сендердің қорқып жүрген жалмауыз кемпірлерің бір әйел. Осыдан шошып жүрсіңдер ме сендер? Иә, бұл шын бала жейді екен. Мұны енді сендердің қолдарыңа бермейміз. Облыс орталығын алып кетеміз деп бөлектеп бос жүрген жертөлеге кіргіздім де, өзім анадай жерде барып жаттым. Ұйқым келмеді. Әйелге түнде аздап тамақ беріп сөйлесейін десем, сөйлесе алмайды. Жауап алайын десем, сұрақ қоямын, бірақ айта алмайды. Денесінде діріл бар. Үстінде ұзын жыртық көйлек. Бұтында дамбалы да жоқ. Отырған жеріне сиіп қоя береді екен. Мал болып кеткен. Жаңағы үйдің келіншегінен үш киім сұрап алып кигіздік. Ертеңіне түске дейін сол жерде болып, аттанудан қамына кірістік. Әйелді атқа мінгізіп, екі аяғын ат бауырына қарай байладық та, атты жетекке алып жүріп кеттік. Ауыл адамдары улап, шулап, өлтіреміз деп, бізді жүргізбей, тағы да аспанға оқ атуға тура келді. Жол ұзақ, 2 күн бойына әйелден қалай адам жейсің? Қашаннан бері неше бала жедің деп сұрай бердім. Әйелдің 3-ші күні кеште аздап тілі шықты. Адаммен тілдеспей айуан болып кеткен ғой. Осылай келін аштан өлді. Ол өлген соң 6 жастағы немереміз өлді деді әйел. Жалғыз баламыз жоқ болып кетті. Қайда кеткенін білмейміз де. Далада өліп қалған болу керек. Шал болса ауру. Содан өлген баланы сойып, қазанға салып қайнаттым. Шал сорпасын ішті де жатып алды. 1,5 күннен кейін қайтыс болды. Ұшынған болу керек, немересінің сорпасынан деп айтты. Өлерінің алдында шал ығылық атып, сен өл, тез өлуің керек деді маған. Мен өлгім келмейді. Адамның етінен тәтті ет жоқ екен. Үлкендерге әлім келмейтін болған соң баланы ұрлап жеуге машық қылдым. Арық едім. Саудырап сүйегім қалған еді. Ет жинадым. Бала ұрлайтын неше түрлі әдіс үйреніп алдым. Тіпті үйдегілер ұйықтап жатқанда жертөленің төбесіндегі терезесіне оп-оңай сиіп кететінмін. Қолым өзінен өзі жүгіреді. Әбден ыңғайланып алдым. Бесіктегі баланың дыбысын шығармау үшін сол жерден тұншықтырып, не болса да кеңірдегін бармағымен қиып жіберетін едім. Осы уақытқа дейін 30 шақты бала жетіпті. Оны анықтау әйелдің саусақтарын бүгіп қайта ерін жыбырлатқаны септігін тигізді. Балаларды әр жерден әкелген, 15-20 шақырым жерге дейін барған екен. Бірақ тұрағы біз өртеген жер кепе екен. Осындай күйге түстім деді әйел. Сөзін ара-тұра үзіп қайтады. Дегенмен толық түсінуге болады. Аяқ-қолының тырнақтары өсіп кеткен. Бәрін қидық. Жасың нешеде? Деп едім. Ит жылымын деді. Санап қарасақ 54-те екен. Есімің кім деп сұрап едік. Ол ойланып отырып, Нәсипа Садық қызы деді. Сонымен Оралға жетіп, әйелді бізге тапсыра берген жауапты қызметкерлердің қолына ұстаттық. Олар жалмауызды 2-3 күн жауаптады. Әйел маған ажал деген сөзді қайталай берді. 3-ші күн түс қайта үкім шығарып, оны атып тастады. Әйелдің өлімінен бірге қайғы-қасіретте оқиғада тәмам болды. Иә, бұл ашаршылық уақытында болған қазақ еліне төнген үлкен машақат болатын. Қазақтың әйелдері, ерлері, тіпті бұндай сұрапылғадай болмаған қазақ елі не істерлерін білмеді. Осыншама азаппен келген азаттықты қорғап қалу біздің азаматтық борышымыз деп білемін. Ашаршылық уақытында
тіпті адамның етінен тамақтанған, осыншама айуандыққа барған адамдардың сана-сезімі мүлде түсінбеспіз. Өйткені бұл қазақтың басына туған нәубетті сол уақыттың адамдары ғана біліп, сол уақыттың адамдары ғана сезінер. Бірақ қазіргі жастардың, қазіргі бейбітшілік уақытында тәуелсіздікте өмір сүріп жатқан біз оны тіпті түсінбеуіміз мүмкін. Сондықтан да еліміздің тәуелсіздігін сақтап, ата-бабамыздың рухына тағзым етейік. Баршаларыңызға, тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.